бұл өмірде қиыншылық жоқ, адамның өзі жоқ. Тіпті патшалардың өзіне жараса қиыншылық, сынақтары бар. Кез келген адам, жұмыр басты пенденің, оның басында қиыншылығы бар. Біреудің басындағы қиыншылықты әңгіме қылмаңдар деген. Сіз соны сөз қылсаңыз, Алла Тағала сізге сол біреудің басындағы қиыншылықты егер қаласа сізге әкеп береді соны деген. Ол қиыншылыққа сіздің енді өтуіңіз кішкене қиындау болады дейді. Неге? Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде шамаларың келмейтін қиыншылықты Алла Тағала айтады, ешкімге мен бермеймін дейді. Демек, сіздің басыңызда бір қиыншылық бар ма? Біліңіз, сіздің оған шамаңыз келеді. Алла Құранда уәде етті ма? Демек, уәдесінде тұрады, сіз шамаңыз келмейтін сынақты ешкімге Алла бермейтіндігін ескертіп жатыр. Бірақ өзгенің сынағын біз отырып алып, соны әңгіме айтсақ, онда сондай қауіп бар, Алла сақтасын, біреудің басындағы сынақ сізге де кеп қалуы мүмкін дейді.